Ол енді ол біріншіден ол әдепсіздік. Әдепсіздік. Ғалымдар айтқан кіндіктен төмен ұстамау. Яғни ол деген сөз жаңағы әдеп. Мысалы дұға қылған кезде қыблаға қарау. Соның бәрі бұл әдептен болып есептеледі. Сондықтан ол Аллахтың кітабы болғаннан кейін біз оған ихтираммен қарау. Екіншіден мына нәрсені айтуымыз керек. Құран, пайғамбардың хадисі біздің бір ойымызды дәлелдеу үшін келген жоқ. Соны білейік. Біреу айтады жаңағы дәлел бар ма, дәлел бар ма? Құран сенің ойыңды дәлелдеу үшін келген жоқ. Сондықтан да ол болмайтын нәрсеге дәлел сұраудың өзі, иншалла біз міндетті хадистер келеді алдында, Алла жеткізсе. Сондықтан да оны біз әдепсіз деп есептейміз. Бірақ оған жаңа жөн жосық ұрсудың қажеті жоқ. Түсіндіңіздер ме?